Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әжем тоқымқағар жасады. Тоқымқағар жайлы мәліметпен таныс болыңдар. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Ақпарат бойынша өз ойыңды айт. 9-10 сабақтар. Үшінші тапсырма. Бала алғаш үйінен алысқа жолаушылап шыққан кезде баланың ата-анасы мал сойып, ауыл адамдарына тоқымқағар тойын жасайды. Тойға келген адамдар баланың ата-анасына, туыстарына балаңның жолы болсын, жақсы азамат болсын, аман сау оралсын, сапары оң болсын деп тілектерін айтады. Тойда домбыра тартып, ән салады. Шағын айтыс болып, арты ойын сауыққа айналады. Оқылым айтылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқы, тақырып қой. Неге олай атағаныңды түсіндір. Менің ағам өте білімді. Ол сабағына мұқият дайындалады. Түрлі байқауларға қатысады. Биыл ғылыми жобасын сәтті қорғап, жүлделі орынға ие болды. Енді республикалық байқауға кетті. Әжем анама, ертең туыс-туған, жора-жолдастарыңды шақыр, тоқымқағар жасаймыз деді. Мен әжемнен, әже, тоқымқағар деген не? Деп сұрадым. Әжем, бала алғаш рет сапарға шыққанда жасалатын той, деп жауап берді. Сонда ертең үйде той бола ма? Деп сұрады інім. Иә құлыным, той болады. Ағаң алыс сапардан аман есен келсін деген ниетпен той жасаймыз. Үлкендер жақсы тілектерін айтады. Жақсы тілек жарым ырыс деді әжем. Әже, мен де тілек айтамын ба? Қандай тілек айтамын? Деді інім. Айтатын тілек көп қой қошақаным. Ағамның сапары сәтті болсын, елге тезірек аман есен оралсын деп айта ғой, деді әжем. Алақай, онда мен осы тілекті айтамын. Кешке көп тәтті жейміз, деп қуанды інім. Ертеңіне тоқымқағар тойын жасадық. Тойға келгендер тілектерін айтты. Інім де, мен де айттым. Ағам сияқты менің де алыс сапарға шыққым келді. Енді мен де ғылыми жобаға қатысамын. Бағалау парағы. Мәтінді тыңдайды, ақпарат бойынша өз ойын айтады 2 ұпай, сөйлеу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай, мәтінді оқиды, мәтінге ат қояды 1 ұпай. Жазылым тапсырмасы. 8-ші тапсырма. Менің алғашқы сапарым деген тақырыпта шағын эссе жаз. Талаптар. Нақты айқындалған кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен құралуы шарт. Тақырыптан ауытқымаған дұрыс. Тезистерді ұтымды дәлелдермен растау қажет. Өмірмен байланыстыру керек. Өзіндік тың пікірлер келтіру керек. Баяндау стилі нақты болу шарт. Көркемдеуіш тілдік құралдарды ұтымды қолдану қажет. Көлемі 150-170 сөз. Бағалау парағы. Тақырып бойынша эссе жазады 1 ұпай. Эссе кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімнен тұрады 2 ұпай. Тақырыптан ауытқымайды 1 ұпай. Баяндау стилі нақты болады 1 ұпай. Көлемі 150-170 сөз болады 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.